Бүгін біз сізге келіп отқан себебіміз қалада жұқпалы аурулар жүріп жатыр екен. Соны қалай гепатит, соны қалай алдын алуға болады? Алдын алу бірінші кезекте балаға гепатитқа, қазір гепатит А-ға прививка салынады, гепатит А деген. Роддомға өсін салса, кейін 2 жаста гепатит А-ға салынады, одан 6 айдан кейін интервал тағы да салынады. Соны обязательно алу керек, сол прививканы. Одан кейін баланы тазалыққа үйрету керек. Не жесе де жуып жеуге, қолды даладан келгенде жууды үйрету керек. Бұл гепатит А деген қолдың кірінен жұғады. Қолды жумай, ауызға бала қол салады, болмаса фруктылар жумай жейді, солардан жұғады. Соны мен сізге көрсетейін, бір группа алып барып. Жемістер тұрады ғой, ол жемістерді ала салып жеуге болмайды. Ол жемісті, мына жемістерді жуып, жылы суда жуып жеу керек. Жылы суда жуып, тазалап, содан кейін ғана жеу керек. А былай жумай жеуге болмайды. Сондықтан бұдан бай не жесең де, мыналарды жуып же, жарай ма? Алма жесең де, қаланы дегенде обязательно қол жуылады. Қолдың сабынмен, міне сабынменен, осы сабынды, кәдімгі қарамын. Даладан келгенде бала бүйтіп қолын жуады. Міне, мына қолға құйып, қолды міне былаймен үгіттеп, қолдың араларын ашып, бүйтіп жуады. Даладан келгенде обязательно қол жуу керек. Ол қазір даладан көп нәрсе қолдың кірінен жұғады. Қолды кірін жумай жеген балада ол гепатит А сол ауру, содан жұғатын ауру. Міне қолды жуды дейді. Мысалға баланы